Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Маңғыстауға саяхат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлжан Нұржан. Бүгін біз маңғыстаулықтар үшін киелі мекен саналатын Қараман ата жер асты мешітіне сіздермен бірге саяхат жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Қараман ата жер асты мешіті 12-17 ғасырларға жататын діни сәулеттердің бірі саналады. Тау шатқалының төменгі қабатынан табиғи үңгірлерді пайдалана отырып, ойып жасалған мешіттің басты ерекшелігі оның жер астында орналасуында. Дәл қазір біз Қараман ата жер асты мешітіне кіргелі тұрмыз. Аңыздарға сүйенсек, Қараман ата дәл осы жерде жерленген, тіпті шәкірттерін де осы жерде тәрбиелеген екен. Ендеше кеттік, бірге көрейік. Жер асты мешіт кіреберіс бөлме, оған жалғасқан намаз оқитын зал және Қараман ата жерленген дөңгелек бөлмеден тұрады. Бүгінде бұл қасиетті мекенге туристер мен жолаушылардың басым көпшілігі ауруына шипа іздеп келсе, әйелдер қауымы бала сұрап та келіп жататын көрінеді. Сондай-ақ жыл сайын келушілердің қызығушылығы артып, мешітке садақасын тастап, Құран бағыштап, шипа іздеп келушілер саны арта түсуде. Ел аузындағы аңыздарға келсе, Қараман ата Шопан атаның немересі, батыр, дін уағыздаушы. Жергілікті халық көршілес елдің арасындағы даулы жағдайды шешу үшін Қараман атаның аруағына сүйеніп анттасады екен. Сонда істің ақ-қарасы бұлжытпай шешіледі деп сенген. Қазақтар атаның қасиеттеріне сыйынып, оның жерленген осы мешітіне келіп, өздерінің іс-әрекеттеріне ант берген. Қараман ата жер асты мешіті әр 5 жыл сайын тексеріліп, мешіттің техникалық жағдайы қаралып, нөмірленеді. Мұнда кәсіби мамандар келіп, реставрация жүргізеді. Сондай-ақ бүгінгі таңда Қараман ата ескерткіші тарихи жәдігерлердің санатына жатқызылып, мәдени құндылық ретінде заңмен қорғалған. Әлі күнге дейін талайды таң қалдырып келе жатқан Қараман ата жер асты мешітіне жасаған бүгінгі саяхатымыз бен айтылған барлық қызықты мәліметтер сіздерге ұнады деген ойдамыз. Құрметті көрермен, келесі жүздескенше сау болыңыздар.